Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай дәмді асқабақтан сорпа дайындайтын боламыз. Бұл тағам өте пайдалы біздің ағзамызға. Жиі жасап жеп тұруларыңызға кеңес беремін. Және видеоны соңына дейін көріңіздер, маған қолдау білдіріп отырыңыздар. Ең алдымен осындай асқабағымызды алып, ақырындап кесіп, майда бөліктерге бөліп турап аламыз. Әрине міндетті түрде қабығын ашамыз. Сорпамызға қосатын көкөністерді алып, қабығынан аршып, жақсылап жуып, турап алатын боламыз. Енді табамызды алып, отқа қоямыз. Отқа қызғаннан кейін зәйтүн майын құйып, кішкене майымызды қыздырып аламыз. Енді пиязымызды салып 5-10 минуттай баяу отта бір келкі сап-сары болып шыққанша қуырып аламыз.
Үстінен сәбізімізді салып 5 минуттай тағы да қуырып аламыз. Қуырылып болғаннан кейін енді асқабақтарымызды бір келкі етіп үстінен орналастырып шығамыз және салқын суымызды құйып, бетін жауып 15 минуттай пісіріп аламыз. Асқабағымыз бір қайнағаннан кейін дәміне қарап тұзыңызды және қалауыңыз бойынша түрлі дәмдеуіштеріңізді қоссаңыз болады. Мен жай ғана тұзды қостым және осылай араластырып шықтым. Міне асқабағымыз пісіп дайын тұр. Енді біз басқа ыдысқа асқабақтарды ауыстыратын боламыз. Себебі қазір үстінен салқын сүтімізбен кілегейімізді құйып, арнайы құрылғының көмегімен езіп, сорпамызды дайындайтын боламыз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің арнама тіркеліңіз, маған қолдау білдіріңіз. Әрдайым менің жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Міне осылай басқа келесі ыдысқа ауыстырамыз. Кішкене суытамыз. Қатты ыстық күйінде бен кілегейді құйып жіберуге болмайды. 5-10 минут осылай ауыстырып суытқаннан кейін енді үстіне өлшенген сүтімізді, кілегейімізді құйып, жақсылап блендердің көмегімен езіп аламыз. Егер сізде бұндай құрылғы болмаса, кәдімгі шанышқының немесе қасықтың көмегімен жақсылап езіп шықсаңыз болады. Міне осындай әдемі сорпа шықты. Дәмі де өте жақсы шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Біздің ағзамызға өте пайдалы және ас қорыту жүйесіне де пайдасын тигізері мол. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің келесі видеоларымда кездескенше аман сау болыңыздар. Әрдайым жақсы күндерде жолығайық.